Маңғыстау өңіріндегі Құрық ауылының жұмыссыз отырған қыз-келіншектері жаңа кәсіп түрін игере бастады. Олар алматылық және ақтаулық әдіскерлер үйреткен әдіспен қой жүнінен түрлі бұйымдар жасауды қолға алып, істерін жедел ілгерілетіп әкетті. Ауылдың қолөнер шеберлері жасаған көздің жауын алатын тартымды дүниелер жәрмеңкенің де сәнін келтіріп отыр. Осылайша маңғыстаулық қыз-келіншектер өз қолдарымен жасаған бұйымдарды саудаға шығару арқылы табысқа кенелеміз дейді. 27 жастағы Қамажай қолөнермен айналысуды жақында алғаш рет қолға алды. Тумысынан мүгедек жанның осы уақытқа дейін білім алуға да, белгілі бір кәсіпті игеруге де мүмкіндігі болған жоқ. Сөйлеу қабілетінен айырылған оған жұртпен тіптен сурды әдісімен түсінісу де қиын. Өзбекстаннан атамекенге оралған бойжеткеннің қол өнерді үйрену арқылы жаңа өмірі басталды десе де болғандай. У нее всегда было желание, стремление внутрь. Осында оның қолынан шыққан біраз дүние бар. Барлығын сыйғыз алмадық. Өте еңбекқор. Оның ішкі түйсігі мықты, аса қабілетті жан. Осындай адамдарды жарыққа шығарған зор мүмкіндік берген мемлекеттік бағдарламалардың жемісі. Алматылық және ақтаулық әдіскерлер Құрықтың 20 шақты қыз-келіншегін тың жобаға тартты. Олар жасаған жүздеген бұйымдарды қою үшін Құрықтағы теңіз операцияларына қызмет ететін іргелі кәсіпорын аумағында арнайы жәрмеңке ұйымдастырылды. Негізгі тұтынушы кәсіпорын жұмысшылары болды. Ұлттық бұйымға әсіресе шетелдіктердің сұранысы жоғары. Италиялық мына азамат киізден жасалған телпектің қыста жылы, ал жазда күн өткізбейтін қасиетін естіп таң қалды. Жәрмеңкеден бас киім алдым. Оюлары қатты ұнады. Италиядан мұндай киім таппайсыз. Өзі ыңғайлы әрі жылы болатын сияқты. Сделать так, чтобы эти женщины... 6 ай ішінде 5 рет тренинг сабақтары өткіздік. Ауыл әйелдері өз қолынан шыққан бұйымдармен бизнес жасауға болатын түсініп келеді. Шағын ауылда үлкен кәсіпті бастауға болатын үйретіп отырмыз. Келер жылы жұмыссыз ретінде тіркелген әйелдермен қолөнер үйренгісі келетін қыздарға арнап шеберхана ашу жоспарланған. Оған қажетті құрал жабдыққа кәсіпорындар 15 миллион теңге көлемінде қаражат аударуға ниет білдіріп отыр. Сөйтіп жұмыссыз отырған әйелдер үшін қолөнер табыс көзіне айналмақшы. Жазира Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан.